Шариғатымызда мұсылман адамы қоршаған ортаны бүлдірмеу және де тәртіпке бағынуы міндет болған нәрсе. Мысалы, тазалықты алатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ат-тухуру шатрул иман деді. Бұл тазалық дегеніміз құдды иманның жартысы секілді, яғни иманның жартысы деп жатыр. Егер қоршаған ортаны, мысалы, бізді қоғам, заң қоршаған ортаны бүлдірмеуге шақырып жатса, оны ластамауға шақырып жатса, оны таза ұстауға шақырып жатса, біз соны ұстануымыз керек. Бұл себебі шариғаттың негізгі ұстанымы осы. Немесе заң бұзбау деген тек қана тазалыққа қатысты емес, бір адамға зиян бермеу, немесе мешітке келген кезде, немесе басқа бір орындарға барған кезде көлікті қою да бұл әдепке жатады, бұл да тәртіпке жатады. Яғни тәртіп тек қана мешіттің ішінде емес, бәлкім мешіттің сыртында да жалғасуы керек. Сол үшін де әрқашан, мысалы, шариғатымызда жолда зиян бермеу дейтін нәрсе бар. Яғни өтіп бара жатқан адам сіздің кесіріңізден зиян шекпеу керек. Ол сіздің қойып кеткен көлігіңіз, сіздің шашып кеткен қоқысыңыздан зиян шекпеу керек. Мұсылман адам әрқашан тәртіпке бағынатын, әдептен озбайтын, бір өзін қоршаған ортада өте әдепті ұстайтын адамдардың қатарынан болу керек.